Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге қыстық куртканы таңдайтын боламыз. Ол үшін видеоға лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны қосып қоюды ұмытпаңыздар. Неге біз Googleға барып, пуховик сөзін перевод русский, китайский деп жазып, пуховик сөзін жазып аламыз. Қытайшаға аударылған сөзді, міне Қытай иероглифін копировать етіп аламыз да Pinduoduoға апарып қоямыз. Неке Pinduoduoға апарып қойдық, вставить етеміз. Не бізге енді қыстық курткаларды көрсетеді. Осы жерде аса мән беретін жайт осы мына жоғарыда оң жақта батырманы басасыздар. Мінекей төменге түскен кезде 250-300 грамм дегенді мінекей таңдап птичка қойып, қызыл батырманы міндетті түрде басасыздар. Мінекей осы жерде біздің қысқа шыдайтын курткаларды шығарып берді, е. Енді қарасаңыздар, қызыл нүктені басып, ары қарай сатып алу батырмасын басамыз. Осы жерден барлық ақпараттарды көре аласыздар. Енді мына от белгісі тұрған нені суреттерге мән беріңіздер. От белгісі тұрған суреттер ол демек ең көп өткен түстер деп белгіленген. Қара және ақ түстері ең көп өткен. Мына жерде өзіңізге керекті размерді таңдайсыз. 2XL болатын болса 155-175 дейді. Соны 2-ке бөлсеңіз сіздің салмағыңыз шығады, е. Енді әркім өзінің несін таңдайды ғой, весіне сай. Мінекей осы қара белгі бар болса, демек киімнің сапасы жақсы деген сөз.